38 сөзін бастағанда кітабы тасық дегенде кітабы тасық деп айтады ол сөзін. Ей жүрегімнің қуатты перзенттерім, сіздерге адам ұғылының мінездері туралы біраз сөз жазып қалдырайын деп. Жүрегіндегі ең қымбат нәрсесін адам әдетте баласына арнайды. Өйткені өзінің жетпеген нәрсесін, өзінің қол жетпеген бүкіл нығмет атаулыға баласы жетсе деген ниет кез келген әкенің бойында болатын дүние. Сондықтан да абай ядкар жазып қалдырайын сендерге деп бастаған кезде жаңағы айтатын сөзі әуелі Алланы танымақтық деп келеді, одан кейін адамның адамдығы ақын, ақыл, ғылым деген нәрселермен деп айтады. Енді соны қалай үйретеміз деген кезде, ғылымды әуел бастан бала өзденіп таппайды. Басында зорлықпен, яки алдаумен үйірғыласыз, үйрене келе өз дегендей болғанша дейді. Сондай күйге алып келесің дейді баланы. Абайдың айтқан кеңесі. Біз не істейміз? Сабағында оқыдың ба? Бар сабағында оқы. Қанша алдың бүгін? Мектепте не істеді? Балалар бүгінгі тақырып мынандай. Үйге тапсырма мынандай. Енді сол бала ғылымға үйір бола ма? Біздің баланы білімге бар қызықтырғандағы дүниеміз бағасы. Оқысаң 5 қойым, оқымасаң 2 қойым. 90% оқушы да, 90% мұғалім де сондай. Мен азайтып айтып отырмын. Бар шығар ғылымға, білімге алдап қызықтырып жүрсе оқылатын азын-шоғын мұғалімдер жоқ емес, бар ғой енді. Бірақ абай айтпақшы, кейбіреуі болмаса анда-санда.